Бүгін біз сіздермен бірге сервистік қызмет пәнінен топтық жұмыс бойынша Түркістанның ең киелі жері Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келген болатынбыз. Және де бүгін біз сіздермен бірге осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Және де осындағы жұмыс атқаратын қызметкерлерден, туристерден интервью алатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз бүгін Қожа Ахмет Яссауи қызметкерінен сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Мен есімім Ақбота Қуанышқызы. Осы Әзірсұлтан ұлттық тарихи-мәдени музей қорығында экскурсовод болып жұмыс жасаймын. Бірінші сұрағымыз, сіздің жұмысыңыздың ең қызықты тұсы қандай? Менің жұмысымда ең қызықты сәттері ғой, былай айтқанда, бөлімі. Менің жұмысымның ең қызықты бөліктері ол шетелдік туристер, яғни мен негізі екі тілде жүргіземін, ағылшын түрік тілінде, оның ішінде шет елде, яғни шет тілде экскурсия айтқан маған өте қатты ұнайды. Сұрақтарына жауап беру, және де бір ел, бір кітап дейді ғой, сол сияқты олар туралы да көп ақпарат білесін. Біз де оларға өзіміздің мәдениетімізді, яғни дінімізді, тарихымызды таныта аламыз. Сол маған қатты ұнайды. Туристер ең жиі қоятын сұрақтар қандай? Бізде туристердің ең көп қоятын сұрақтары шетелдің қонақтарымен және де өзіміздің Қазақстан жаңағы келген арнайы саяхатшылар, яғни туристер қоятын сұрақтары олар кесененің алдыңғы порталындағы тұратын ағаштардың қызметі қандай? Сол туралы сұрақ қойды, және де кесененің екінші қабатында не бар деген сұрақ қояды. Ол сұраққа қазір жауап бере салайын. Кесененің екінші қабатында арнайы 22 бөлме орналасқан, яғни кесене екі қабаттан тұрады. Бірінші қабатында 12 бөлме басты бөлмелер, екінші қабатында 22 құжыра бөлмелері орналасқан. Құжыра дегеніміз кіші бөлме деген мағынаны білдіреді. Арнайы мақсаттармен қолданған. Ал енді кесененің алдыңғы порталына келсек, кесененің алдыңғы порталындағы ағаштар ол 14 ғасырға тиесілі ағаштар, арнайы құрылыстық саты ретінде пайдаланған. Яғни құрылыс аяқталу үшін Әмір Темірдің қайтыс болуына байланысты бұл құрылыс аяқталмай қалғандығының дәлелі ретінде де көрсетіледі. Қожа Ахмет Яссауи туралы кішкене ақпарат берсеңіз. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз сол кісі 12 ғасырда өмір сүрген, дін таратушы сопы кісі болған. Сопы дегеніміз ислам дінінің жоғары сатысы болып табылады. Және де одан бөлек ол кісі ақын, жазушы және де ағаштасы болған. Яғни 12 ғасырда дін таратушы кісі болған. Тек қана осы Орта Азия емес, сонау айтқанда Марокко елінен және де басқа жерді алып жататын аралықта дін таратушы кісі болған. Ол кісінің 9-дан астам шәкірті болған. Және де атақты кітабы Диуани Химет деген аударғанда даналық кітабы деген мағынаны білдіреді. Рахмет сұхбатыңызға. Енді көріскенше. Сау болыңыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің шығыс бөлігі мен батыс бөлігінде не бар екенін бірге аралайтын боламыз және сіздерге қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Біз қазір батыс бөлігіне келдік. Батыс бөлігінде Жұма мешіті және Қылует орналасқан. Қылует жалпы жерасты мешіті болып саналады. Қылует сөзі оңашалау сөзінен шыққан және біздің Қожа Ахмет Яссауи бабамыз 60 жасынан кейін жер астына түсіп өмірінің соңына дейін өмір сүрген. Біз қазір мешіттің шығыс бөлігіндеміз. Өздеріңіз көргендей шығыс бөлігінде этноауыл орналасқан. Этноауылда бұрынғы көшпелі қазақтардың бейнесі бейнеленген. Жалпы бұрын қазақтар отырықшы және көшпелі болып екіге бөлінген. Ал ендеше этноауылда не бар екенін бірге тамашалайық. Өздеріңіз көргендей этноауылда қолөнер заттар мен көрнекі заттарға толы. Бұл жаққа келген туристер мен қонақтарымыз осы жақтан естелікке өздеріне заттар алады. Жалпы этноауыл дегеніміз қазақтың дәстүрлі өмір салтын, мәдениетін, тұрмыс тіршілігін танытатын мәдени туристік кешен. Жалпы этноауылдың негізгі ерекшеліктері киіз үй. Киіз үйлер ішкі жабдықтармен бірге көрсетіледі және ат, арба, мал шаруашылығына қатысты бұйымдар бар және жаңағы видеода көргендеріңіздей қолөнер мен көрнекі заттарды көрсететін арнайы ауыл. Welcome to the Turkestan and your name? My name is Soihan. My name is Jinju. Where are you from? I'm from South Korea. Some information about you.
I'm from Korea and I'm studying global railway. Yeah, so we just come to see KTZ. Yeah. Your first impression about this Moscow? Actually, Moscow is my first time to, and Kazakh continent is very big, and Moscow's building, castle is very huge, so it's very impressive. What is your purpose to visit this Moscow? For a tour. For tour. Thank you. Саламатсыз ба ағай? Саламатсыз. Түркістанға қош келдіңіз. Осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы өз ойыңызды білсеңіз. Енді бұл тарихы терең, жалпы Түркістанның өзі тарихы терең өңір. Жиі келіп тұрамыз. Осы келген сайын міндетті түрде осы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне келеміз. Керемет, уже келгенде кішкене миың тынышталып, бір рухтанып, рухани бір байып шығасын. Әрі келгенде осы гидтармен, осы жүрген студенттермен солардың ой пікірлерін тыңдап, әрқашан былайша айтқанда дәріс алып жүреміз. Осы кесенені сақтау барысында қызмет етіп жүрген барша қызметкерлерге рахмет айтамыз. Рахмет пікіріңіз туралы. Келесі кездескенше.